Мирас Кесебаев. Әр істі қалай құлшылыққа айналдырамыз? Шыны керек, Алла бізді құлшылық үшін жаратты дегенді түсінбейміз. Себебі құлшылық жасап жатырмыз деп тек намаз оқығанда, ораза ұстағанда, садақа бергенде ғана сезінеміз. Қалған уақытта әдеттегі өмір сияқты өтіп жатады. Яғни, Алла бізді намаз, ораза, садақа кезінде ғана бақылап, қалған уақытта бос жібере салатын сияқты боп алғанбыз. Мысалы, тамақ ішуде не құлшылық бар деп ойлайсыз? Қарның ашты, тамақ іштің. Бірақ адал тамақты қол жуып, ауызды шайып, Алланың атымен бастап жесең, сосын біткесін шүкір етіп, қол мен аузыңды шайсаң, ол бір ғажап құлшылыққа айналады. Соны құлшылық ретінде сезініп, жасауды ұмытып кете береміз. Тағы бір мысал, үй салу. Ол жерде не құлшылық болуы мүмкін? Пайғамбарымыз тіке тұрса, басы тиетін іші тар үйде тұрған. Оның қасында зәулім етіп салып жатқан үйді қалай құлшылыққа айналдыру керек? Бұл жерде бастысы ниет. Бұл үй бала шағама жайлы орын болсын. Бұл үйде береке, рақым, жүрек тыныштығы болсын. Бұл үйден әулиелер тамақ ішсін. Бұл үйден ауыз бекіткендер оразасын ашсын. Бұл үй жақсылыққа қолданылсын. Бұл үйде Алланың есімі зікір етілсін деп салсаңыз, әр кірпіш қоюдың өзі құлшылыққа айналары сөзсіз.